Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын нұсқамыз ОТО-ның ақылы нұсқасы 15 апрель күні, яғни 15 сәуір күні шыққан ақылы нұсқа. Олай болса, кеттік. Ең бірінші сұрақ, ол бізде SQL-дің сұрағы, шартты қанағаттандыратын жазбаларды ғана өзгертеміз дейді. Осы жерде мынандай, біз очевидно ответ ол where, да, яғни шарт бойынша шығаратын, ол бізде мынау ғана. Мына жерде бізге қажетті өрістер болу керек еді, жазбаны енгізу керек кестелер. Кесте шығару. Бұл өріс шығару. Ал мынау болса жазба, бірақ insert деген не еді, ол енгізу. Сол үшін бізде where блогы дұрыс болады екен. Жеңістің 23-те 8 дәптері болған, яғни 23-8 санау жүйесінде, оның 12 досын еркеге берді, жеңісте қалған дәптер. Енді оны білу үшін 23-8-ді 10-ға айналдыру керекпіз. Ол үшін дәрежелейміз, 0, 1, 2-ні көбейтеміз. 8-дің бір дәрежесі 8 болады, қосамыз 3. 16 плюс тең болады 19, яғни дәптер болған екен. Оның 12-8-ін берді дейді. 12-8-де тура солай айналдырамыз. 0, 1. И 1-ді көбейтеміз 8-ге. 8-дің бір дәрежесіне қосамыз. 2 көбейтілген 8-дің 0 дәрежесі ол 1 болады. 2 көбейту 1 болады. Сонда жауап 10 болады. Минус, яғни оған беретін болса, значит, жауап қандай болады? Очевидно, 9 деген болады. 9 дәптері болған, қалады екен ол. Так, белгілі бір кірістермен. Так, мынау сигмоидалық функция, жасанды интеллект, окей. Мынандай болады. Бізге негізі осындай мән береді, лайфхак ретінде оқушыларыма айта салайын. Біз сигмоидалық функцияның мәні, яғни fx всегда мән 0 мен 1-дің аралығы болды. Одан артық боламайды. Енді, егер де вдруг біздегі мына өлшенген сома неттің мәні 0, 1, 2, минус 1, минус 2-ден басқа сандарды біз обычный калькулятормен есептей алмаймыз. Соответственно, осы мәндердің диапазоны болса, просто калькулятормен шығатын easy бір бал деп айтуға болады. Енді бізге айтып жатыр. Бізде енді лайфхак айта салайын, енді сабақта айтқам, 0 болса, ол 0,5 болады. 1 болса 0,73 болады. 2 болса 0,88. Минус 1 болса 0,27. Сигмоиданың мәні, мынау неттің мәні, если что. Мынау сигмоидалық мәні. S деп бере салайын, негізі оның домалақ о сияқты болады. Енді минус 2 болатын болса, очевидно 100-ден 0,88 алып саласың, сонда оның мәні 0,12 бола салады. Минус 2 болған күннің өзінде. Енді бұл лайфхак ретінде айта салдым. Енді түсінейік. Бұның бәрін өшіріп тастаймын да. Енді бізде конкретно осы лайфхак бойынша енді бүйтіп айтуға болады. Бізде готовый мәнді шығаруға болады. Бізде нені сұраған қыз? Бізде не бар? x1, x2 бар, v1 бар, fx-тің мәні бар, и 0,15-ге мәні бар. Бізге табу керек, net пен v2-ні табу керек, дұрыс па? Значит, бұны табу үшін біз не істейміз? Бізде 0,15-те табатын болсақ, значит, неттің мәні автоматын табылады. Бізде net ол 0,15 болу үшін net тең 0 болу керек. Енді мына ответтер уже кетіп қалады. Только бізде неттің мәні мынау мен мынау ғана. Енді неттің формуласы мынандай еді. Ол белсендіру функциясының формуласы x1 көбейту бізде v1 қосылған x2 көбейту v2. Енді бізде неттің мәні уже очевидно белгілі 0 болып тұр. x1-дің мәні 1 болады, көбейтілген, ол бізде 0,15 v1-дің мәні. Қосылған x2-ның мәні ол бізде 1 болады. Енді бізде мынау табу керек, мынау сұрақ дұрыс па? Енді 1-ді көбейтетін 0,15-ке 0,15, енді қосамыз, қандай санды қоссақ, ол 0 болады. Яғни мынаның көбейтіндісі қанша болу керек? Значит, очевидно, чтобы мынау 0 болу үшін мынаның мәні минус 0,15 болу керек. Енді 1-ді қаншаға көбейтсең, минус 0,15 шығады. Жауап очевидно минус 0,15-ке болады. Сонда жауап 0-де және минус 0,15 болады. Жады ұяшығын мекен жайын анықтауға арналған шина түрі, ол бізде адрестік шина, жалпы шақ шина бар. Деректер жібереді, мынау басқарады и так далее.
Так, Excel бізде тағы да келді. Excel'дан, скорее всего, 5 сұрақ келеді ау вообще. Анау жасанды интеллекттің сұрағымен қосқанда. Так, бізде мына формуланы S3 дегенді, S3-ін бізде анау. Мына бүйтіп ала салайын. Мына S3-ті ауыстырамын мен. Яғни, мына жерге ауыстырамын деп ойлай салайық просто. Енді осы жерде очевидно өзгермейтін бізде доллар бір. Абсолют сілтеме точно өзгермейді. И доллар Б өзгермейді. Енді осы жерде өзгеру мүмкін доллар. Осы жерде әріп либо сан өзгереді, либо осындай бірдеңе өзгереді. Енді дыбыр значит, мынау келіп тұр, мынау келіп тұр, мынау келіп тұр, дұрыс па? Енді доллар Б. Мына жақта мынау вариант уже келмейді, потому что бізде абсолютті болып кетті. Значит, ол вариантты сразу тастаймыз. Енді мына жерде қараймыз, только бізде вариант мынау. Енді бізде С-дан қайсыған ауысып бара жатыр? Д-ға ауысып бара жатыр, дұрыс па? Значит, әріптің алдында не бар? Бізде әріптің алдында иммунитет бар деп айтуға болады. Бірақ санның алдында болмағандықтан мынаның мәні Б күйінше қалады, бірақ санда 4-ке ауысады, потому что 3-тен 4-ке бір ұяшыққа секіреді. Соответственно, оған мына тұрған адреске қате кетіп отырмын. B2-ге қосылады. B2-ге қосылады. Біреу қосылады, B3 болады. B3 деген жауап только біреу-ақ екен. И осы жерде доллар 1 тұрады да, әріптен әріпке ауысып жатқандықтан А-ның несі ауысады бір әріпке, онда B1 болады жауап. Неғып мына D1 болып кетті? Жоқ, дұрыс. Мен қателесіп ренжімеңдер. Мен мынаған қарап кеттім ау. Негізі мына С-да еді. С-ға бір әріп қосатын болсақ Д болады. Сонда формула бойынша мына жауап дұрыс болады екен. Так, көлік пен логистиканы цифрландыру. Так, бұл бізде Қазақстанды цифрландырудағы тақырып. Осы жерде цифрлық жібек жолында бізде акты туралы әңгіме айтады. Экономикасы, көлік пен логистика туралы айтатын, бізде только экономика туралы айтады. Инновациялық экожүйе деген кезде ол бізде транзакция, по-моему, сонда айтады. Бұл Арманның баспасында айтқан. Себебі Алматыда бұл туралы, 5 бағыт туралы әңгіме туралы басқа нелер айтпайды. Только Атамрау мен Арман айтады. Именно қандай салаларды дамыту керек туралы ол только Арман айтады. Именно көлік пен логистиканы экономика саласы дамытады екен. D1 ұяшығының мәні я болатындай А2, Б2 ұяшықтарының мәні дейді. Окей. Бұл жерде мынандай ғой. Шартты біліп алсақ, просто шартты білетін болсақ мынандай болады. Шартта мынандай нәрсе болып тұр. Егер дейді, егер А2 қосылған Б2, яғни А мен Б-ның А2 қосылған Б2 үлкен болса С2-ден дейді. Және С2 қосылған Б2 қосылған С2 үлкен болса А2-ден, тағы да және А2 қосу С2 үлкен болу керек Б2-ден. Только осы случайларда ғана я болсын дейді. Бізге керек жауап я ғана шығу керек. Енді просто осыны білу үшін осының орнына мәндерін қойып шығамыз. 7-ге 4-ті қосамыз. 7 қосу 4 үлкен ба 3-тен? Я. Енді 3 қосу 4 үлкен болмайды 7-ден. Мына вариант уже отпадайды, потому что ол Б2 қосу С2 үлкен болу керек. Бізде А2-ден деген вариантқа келмей қалады екен. Мына вариантқа келмей тұр. Енді екінші вариант ретінде мынаны алатын болсақ, тоже 7 болады, значит келмейді. Енді мынаны алатын болсақ, мынада да келмейді, 4-ке 3 қосатын 7. Мынаны алатын болсақ, осы келетін вероятность бар. Скорее всего, осы келеді ғой. 7-ге 5 қосасын, ол бізде 3-тен үлкен. Дұрыс па? 5-ке 3 қосасын, ол 7-ден үлкен. И 3-ке 7 қосасын, ол 5-тен үлкен. Очевидно, мына вариант я болады екен. 8-ші сұрақ, бізде файлдармен жұмыс, именно Pythonға арналған тапсырма. Енді бұл жерде не дейді? Бұл жерде бүйтеді, короче.
input.txt деген файлдың ішіне мына текстті документті жазып қойды. Енді әлі сол файл жабылған жоқ. Сөйтті ол seek деген жерге барады. Seek деген ол бізде курсорды апару, дұрыс па? Енді курсорды апарған кезде ол бүйтіп апарады. Мынаны өшіріп тастайын. Үлкейтейін. Курсор бүйтіп барады, бірінші, екіншіге барады, екінші орынға барады. Мына жерден B деген әріптен басталады да. 1, қанша әріп несі жатыр? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осы жерге шейін жұлдызша болады да. Сонда жұлдызша болады. И дальше мына кәдімгі қарапайым әріп ретінде жалғасады. Экранға сол нәтиже шығады. Ол вариант только бізде мынау ғана сияқты. Мынау бізде уже келмейді. Мынау келмейді. И мынау да келмейді уже. Так. F тең A не дейді? A қосылған ба? Өрнегін орындау нәтижесінде алынатын ақиқат мәндер саны. Мынандай ғой, короче, мынандай осындай ситуациялар негізі осы нағыз ұбт-ларды келеді. Жалған мәндер саны деген сияқты. Бұдан да лайфхак бар. A-ның, яғни бізде айнымалы екеу болғандықтан бізде очевидно не болады? 4-ақ ақиқат сан болуы мүмкін деген сияқты лайфхак. Но ондай жауап жоқ екен, скорее всего, бәрін амал жоқ қара жұмысқа саламыз. A мен B беріледі. Енді осы жерде очевидно 1, 2, 3, 4 жол бар бізде. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Енді баған саны ол бізде, так, операция санымен 1, 2, 3, 4. Значит, қосу 2 бар. 1, 2, 3, и бізде болады 4. Осымен, яғни, өрнектің мәні шығады. Соңғы шыққан осы жердегі мән біздегі сол санына сәйкес болады. Енді A мен B-ны қосады. Бірінші амал мынау, екінші амал бізде мынау болады, үшінші мынау, төртінші мынау. Енді осы жерде A қосу B, ол бізде A қосу B, ол бізде не болады? Бірінші амал болады. Бізде, значит, бақытын 0 болады, қалған бәрі 1 болады. Келесі, терістелген A. Ол бізде 2 болсын. Терістелген A ол бізде 1, 1, 0, 0. Енді 2 қосу бізде нені қосывадыр? B-ны қосывадыр. Значит, мынаған қосам мен B-ны 1, 1, 0, 1. И соңында, яғни мынау 3 боласасын, соңында мынау шыққан өрнекпен мынаны қосывады. Значит, 3 пен 1 көбейтіліп адыр. 3 мынау, 1 мынау. Сонда мына цветті ала салайын, қазір көріну үшін. Мына екеуін көбейтіп адым ғой, короче, мен. Мына мен мынаны көбейтем, мына мен мынаны көбейтем, мына мен мынаны, мына мен мынаны, мына мен мынаны. Сонда жауап мен 0, 1, 0, 1. Ақиқат саны 2 екен. Жалған саны да 2 екен. Жауап 2 болады. Так. Так, не дейді, желіге байланысты. Оппана. Негізі обычно мұндай есеп келмейтін, но скорее всего осыда уже келе бастаған. Жалпы біз маска дегеніміз ол компьютердің желісінен, осы IP адрестен бізде желінің адресімен, одан кейін компьютердің номерін бөліп беретін нәрсе да негізі. Именно осы жерде бізде қазір данный момент нені сұрап жатыр? Компьютер номерін сұрап жатыр. Мына 26 деген сөз, значит, бізде осы уақытқа шейін 26 1 бар деген сөз. Значит, 192, 168, 104 өзгермейді да. Значит, соңғы біздегі октет өзгереді. 224 болады да. 224-тен кейін ол общий бит 8 бірден санайтын болсақ, 255, 255, 255 и сөйтеді да. Мына жерге келген кезде ол 2-1 болады. 2-1-ің ол менде 128 қосылған 64, 192 болады. 192 болады да, арған 0 болады. Так. Ол суть емес, бізге 224-ті айналдыру керек біз екілікке. Дальше ананы айналдырамыз. Мына 26-ны айналдырамыз. Біз
неге екілікке айналдырамыз. 26-ны айналдыру оңай, потому что ол осы уақытқа шейін 24 бірі бар деп ойлайық. Тағы да 25-ші бір, 26-ші бір, и қалғаны получается 0 болады. Ал маскада бір ізділік болады. Сонда полный 0 болды деп ойлайық. Енді 224-ті айналдыратын болсақ, ол бізде мынандай болады. Ол үшін мен өзіме ыңғайлы нәрсе жазып аламын. Ол менде 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128. Общий 2-8 дәрежесін жазып алдым. 0-ден бастап 7-ге дейін. Енді 128 224-тің ішіне сыяды. Значит, 1-ді мен жаздым. Системда 224 минус 128-ден 96 қалды. 96-ның ішіне 64 сыяды. Минус 64. 32 қалды. 32 сыяды. И қалғаны получается 0 болады. Дұрыс па? Бітті. Енді осы жерде мына екеуін бір-біріне көбейтемін. 1, 1, 0, 0, 0. Так, 1, 1, 0, 0. Дальше полный 0 деп ойлай салайық. Бірақ бізге оны желі адресін айналдыр демеген, бізге именно нені айналдыр деген, бізге осы жердегі именно компьютер номері. Компьютер номері масканың үстінде тұрған номер, осы компьютер номер болып саналады. Енді осы масканың үстінде, яғни маска басталғаннан бастап тұрған номер, осы компьютер номері. Оны анықтау үшін просто 2-ның несіне саламыз. 3, 4, 5. 2-ның 5 дәрежесі бізде болады 32. Компьютер номері 32 екен. Компьютер номері. Ал сиятын компьютерлар саны, так, бізде 2-ның 6 дәреже 64 минус 2, общий 62 компьютер сияды. Соның ішінде 32-ші компьютер болуы мүмкін ба? Я, мүмкін. Значит, жауап 32. Оппана. Мына нұсқа кәдімгі андай уақытты алатын нұсқа екен. Енді оқушылар үшін, потому что бәрін жазуға тура келеді. Есеп не дейді, қараңдар. Көпіршік әдісі бойынша кему ретімен сұрыптау кезінде екінші итерациядан кейін алынатын. Получается, сен бірінші итерация мен екінші итерацияны дәптерге жазып алу керексің. Енді былай. Бізде екі итерация бөлетін болсақ, бізде былай түсінейік. Кему ретімен болатын болса, значит, бізде кему реті бойынша, значит, бізде бір ең соңына барады. Значит, мына вариантты сразу сызып тастасам болады, потому что сразу бірінші итерацияның соңында ол и так бір соңына шығып кетеді. Екінші итерацияда 3 барады, очевидно. Значит, қалғандары в принципе кеп тұр. Қалғандарын уже енді амал жоқ сызуға тура келеді. Егер ондай вариантта біреу-ақ болғанда сразу соны билей салатын. Енді амал жоқ сызатын болғандықтан бүйтеміз енді. Сәл оңкей қылайық. Енді былай. Көпіршік дегеніміз олар екі жұп элемент бір-бірімен салыстырылады. Например, 1, 6, 9, 7, 8 болатын, 3 болатын болса, данный момент 1 мен 6 салыстырылады. Yani кему ретімен болғандықтан, егер 1 кішкентай ма 6-дан, я 1 кішкентай 6-дан, значит, 6 алдына әлі бірінші итерацияны, бірінші итерацияның ішінде бірінші қадам. Әлі екінші итерация біткен жоқ. 6 мен 1 ауысты. 6, 1, 9, 7, 8, 3 болды. Сөйтті екінші, яғни ішкі циклдың ішіндегі екінші несі. Екінші қадам, бұл жерде екінші итерацияда емес әлі, мына бірінші итерация болып тұр вообще. Енді осының ішінде одан кейін 1 мен 9 ауысады. Сөйтті 6, 9, 1 болады. 7, 8, 3. Тура солай 7 мен ауысады, сонда үшін бәрінен ауысады екен да. Сөйт бірінші итерациядан кейінгі мәні 6, 9, так, меха жаза алсайық. Короче, он жазатында ештеңе жоқ екен. Екінші итерация екен, қызықтың бәрі. Бірінші итерациядан кейінгі мәні оның 6, 9, 7, 8, 3, 1 болады екен. 1 уже көпірік болып шығып кетті. Енді келесі мән уже бізде мынау енді екінші итерация кетіп жатыр. Екінші итерацияда екінші итерацияның бірінші қадамы. Бірінші қадамы. 6 мен 9 ауысады. Сонда 9, 6 болады. 7, 8, 3, 1 болады. Енді одан кейінгі нәрсе. Енді келесі қатарда уже жұпты элемент, ол бізде номинал болды.
6 мен 7. 6 7-тен кішкентай ма? Иә. 9, 7, 6 болды. 8, 3, 1. Үшінші уже жоп элемент, уже мынамен мынау болды. Бағана басында мынамен мынау еді. Енді келесі жоп элемент, ол бізде 6 мен 8. 6 8-ден кішкентай ма? Иә. 9, 7, 8, 6, 3, 1. И одан кейін төртінші итерацияда уже 6 3-тен кішкентай ма? Жоқ, кішкентай емес. Тура сол күйінше қалады. 9, 8, 7, 6, 3, 1. Осында сондай жауап бізде мына жауап болады екен. Ондай жауап бар ма? Ондай жауап, по-моему, бар. Так, 9, 8 келмейді, 6, 9 келмейді, 9, 8, 7 мынау келеді жауап. Так. 8-ді 16-қа ауыстыру. Енді бұл жерде екілік арқылы ауыстырамыз. Ол үшін біз триадаға бөліп, бірінші кейін тетрадаға айналдырамыз. Мынаны екілік айналдыру үшін біз 4, 2, 1 әдісін пайдаланамыз да бүйтеміз. Мынаның қай санды алсақ, біз 4-ті аламыз. Значит, ол біз 4-ті алу керек. 4-ті алатын болсақ 1 жазамыз, қалғанына 0 жазамыз. Тура сол принцип бойынша бәрін істеп отырады екенбіз да. Онда былай болады. 4 дегенім ол менде 100. 1 дегенім ол мына екеуі сыймайды, 0, 0, тек 1-ді аламын. 3 дегенім 2 мен 1-ді аламын, значит, екеуіне 1 қоямын да, 4-ке 0 қоямын. Ал 7 деген бәрін қосындысы, значит, 1, 1, 1 болады. Енді дальше мен бұны не істеймін? Бұны аламын да тетрадаға бөлемін. Бұны 1, 2, 3. Мынау бізде 11, 0 дегеніміз, бұны 8, 4, 2, 1-ге айналдырамын. Бәрін осылай айналдырамын. Бір тұрған жерлерді просто сандар қосып шығамын. 8, 4, 2, 1. 8-ге 4 қосам 12, 12, 14. Әріптері С, Е. Онда жауап бар ма? Бар екен. Так, деректер базасындағы өрістер саны. Өрістер саны ол бізде 1, 2, 3, 4 деп санасаң, фычық қата кеттің. Неге? Себебі мұқият көзіңді ашып қарайтын болсаң, жаман алдаған ғой сені. Лоқта ойлап қалған ғой сені. 1 ма мынау? 2 ма? 3 па? 4 па? 5. Мынаған қадалып қала беретінсің, бар көрдің ба? Абай бол. Кеттік. 4. 14 не дейді? Деректер қоры кестесінде байланысты ақиқат тұжырым дейді. Так, кестесіне байланысты ол бізде реляционалдық деректер қасиеті ғой. Деректер қоры кестесінде жазбаның қайталанбайтын атауы болады, оның атауы болмайды. Өрістің қайталанбайтын атауы болады. Иә, ақиқат. Өрістің қайталанбайтын атауы болмайды. Кестесінде жазбаның қайталанбайтын атауы. Жазбада атауы болмайды. Жауап бізде В варианты болады. 15 дейді. 15 дейді. Берілген батырманы басқан кезде орындалатын шартты пішімдеу нәтижесі дейді. Шартты пішімдеу бізде қайсы? Бізде мынау тұр екен, болды көрдім. Шартты пішімдеу ол бізде мынау тұр екен ғой. Так. Бүйтіп алайық. Енді выше среднего деген сөз, значит, арифметикалық ортасынан үлкендер деген сөз. Значит, арифметикалық ортасын бөлу үшін мына сандардың бәрін қосып, осылардың санына бөлесің. Получается, 10 сан болатын болса, 1-ден 10-ға шейінгі сандардың қосындысы, егер шатаспасам 55. И оны бөлетін болсақ 10-ға, значит, 5,10 болады. Себебі Уайлдың есептерінде 1-ден 10-ға шейінгі сандардың қосындысын жүрген кезде 55 болады. Егер 10 кірмей қалса 45 болатын тұғын. Енді бірінде қосып көрсеңіздер болады, 55 шығады оқтан. Оны 10-ға бөлем 5,15. Значит, осыдан үлкен сандар не істелінеді? Боялады. Значит, осыдан үлкен сандар, значит, ол 6-дан 10-ға дейінгі сандар ерекшеленеді. 1-ден 5-ге кішкентай, 5-тен 10, 5 кірмей қалады. 1-ден 6 жоқ, кешірмен. Жауап мынау болады. Инвесторлар өз жобасын эксклюзивті жаңартумен қаржыландыру үшін арнайы ұсыныс жасайтын краудфандинг түрі, ол бізде сыйақыға негізделген краудфандинг. Яғни бұл сұрақ осыдан алдын нұсқаталды келген сұрақ, осыны көрсеткен болатын едім сіздерге.
Сыртқы жатқа жатады. Ол бізде негізі HDD екен көрініп тұр. Мынау ішкі, мынау тоже ішкі болады. Просто до конца өзіме убедить ету үшін. Мынау бізде сыртқы жад қатқыл диск болады. Так, тіктөртбұрыштың ұзындығы А мен Б берілген дейді. Параметрлі процедураны пайдаланып тіктөртбұрыштың ауданын табатын программа коды дейді. Енді бүйтейік. Сәл бүйтіп кішірейтсем, ешкім ұшпайтын жерде. Мынаны алайық та. Мына жерде қарап, қайсысы болады, қайсысы болмайтын қарай салайық. N мен M берілген, print аудан көбейту берілген. А мен Б берілді, и осыны салды. В принципе, мынау кеп тұр. Нормально, в принципе, пока қателік көріп тұрған жоқпын. Мына жерде қосу бар, уже келмейді, мына вариант кетті. Мына жерге келді да, таныстырды да, ішке қарай кірген жоқ. Мынау да ішке қарай кірген жоқ. Только бізде вариант мынау ғана екен. Яғни дефтан кейін міндетті түрде шегініс болады, и какой-то бір код жазылу керек. Хотя бы ішіне қарай кіргізіп берген кезде ол сәл басқаша болар еді. Деректерді char, varchar ретінде сақтауға болатын тип, ол бізде мәтіндік. Қалғандар кеп тұрғанда жоқ. Unicode кодтау кестесі арқылы кодтау болатын символ саны, ол бізде 2016 дәрежесі 65536 символ. Так, mylist 1 дейді. Так, хорошо. Бізде какой-то лист бар. Бұл бізде 209 деген лист бар, дұрыс па? И екінші лист бар. Ол бізде лист 1 и лист 2 болсын. Лист 2. Оның ішінде -5, 10 и 1 болсын. Енді А-ның ішіне нен қосып жатыр? Қазір А-ның ішіне мына sorted mylist 1. Сорттайтын болсақ 0, 2, 9 өсу ретімен кетті. И осыған қосып жатыр. Енді жабайын деп қалдым. Әлі бітпейді екен, қосады. Тура осының несі, мынаны да сорттап жатыр. Бірақ кему ретімен сорттап жатыр. Значит, ол деген сөз, мынау сортталған кезде өсу ретімен бізде -5, 1, 10 болатын болса, кему ретімен наоборот 10, 1, -5 болады. Сонда қосылған кезде мына ретпен қосылады екен. Сонда жауап 10, 1 и -5 болады жауап. Онда жауап бізде мынау вариант уже келмейді, мынау келмейді. Значит, только бізде мынау ғана. Енді осының ішіндегі варианты мына жерден ғана айырмашылық бар. Мынау вариант уже келмейді, только мынау ғана вариант бар. Так. Так, мынақта мұқият қарайықшы. Мына жерде мына title кетті. Мынақтан title'дан кейін мына какой-то бір сөз P ма, H1 ма, P екен мынақта. И мына жерде input type button, buttonнан кейін какой-то событие болады. On click, например, on double click. On double click'тан кейін болатын какой-то бір функция болады. Скрипт деп айтады. Скрипттан кейін сен скрипттің ішінде show message болсын. Show message'тан кейін script type function, show message и alert сен батырма бастың. P бар. Input type бар. Одан кейін скрипт бөлек ашылды. В принципе, мынау пока Ада дұрыс болып тұр. Ада қате көріп тұрған жоқпын. Енді Б мен С-ны көрейінші мен. Б мен С-да қандай қате бар екен. Так, мынада дұрыс. Так, одан кейін script type кетті, ашылды, мақыл, допустим, бияқтан ашыла берсін. И мына жерден ол жабылу керек еді ғой, мынаяқтан ішіне кіріп кеткен. Значит, мынау вариант уже келмейді. Себебі P мен input мына скрипттің ішінде жүр. Мына жерде де script type, так, мынау дұрыс. Так, мынау keyword. И скрипт мынаяқтан ашылды, мынаяқтан жабылды. Тоже дұрыс емес. Так. И соңғы вариант көрейікші. Да, не қате бар? Да. Function, show message. Script type мынаяқта жүр ашылған. Вообще мынаяққа кетіп қалыпты ғой. Тегін бал екен ғой сендерге мынау. Бар болғанда JavaScript үшін ең қарапайым алертті білсең, уже бесплатный бал кетіпті.
Кеселер арасындағы байланыста негізгі кесенің бір жазбасына бағаныш кесенің бірнеше жазбасы сәйкес келетін, ол бірден көпке жазбасы екен. Қуаттылығы 64 символ болатын әліпбидің бір таңбасының ақпараттық салмағы ол бізде 6 бит, яғни 2-ның қанша дәрежесі 64 и 6 дәрежесі тоже тегін балл. HTML құжатқа JavaScript кодын кірістіру үшін қолданылатын дескриптор точно ма? Так, негізі HTML JavaScript кодын кірістіру үшін бізде скрипт қолданатын, но дескриптор дегенге что-то вообще түсінген жоқпын. Мынау бізде HTML-ның комментарийі, мынау бізде JavaScript-ның комментарийі. Мынау Python-дікі, мынау уже Python болмаса PHP деп айта салсақ болады. Мынау PHP-дікі, мынауды PHP-де пайдалануға болады, бірақ JavaScript-қа тоже. Білмеймін, мынау маған лично өзіме операция сұрақ. Но б деп белгілей салайын, что HTML-ның несі басталып жатыр, типа комментарий басталып жатыр, соның үшін JavaScript кірістіріп жатырмын деп ойлай салайын, типа ол Арман ПВ баспасында берілген болатын тұғын. Негізі Арман ПВ-да 10 Арман ПВ-да бізде мынандай нәрсе берілген. Естеріңде бар ма, жоқ па білмеймін, мынау иттің суретін шығару деген тапсырмалар бар ғой JavaScript-та. Скорее всего, сол туралы айтып жатырмын мен. Вообще негізі ана сұрақты шынымен түсінген жоқпын. Негізі ондай сұрақты вообще жоқ қой, кітапта ондай нәрсе жоқ, что ондай дескриптор арқылы болады деген нәрсе. Просто мынандай нәрсе бар да. Қазір мына практикумдардың ішінде мынандай заданиялар бар. Міне мынадан басталады да, типа ескі браузерлерде қолданылған да, типа осы кезде мына жерде мынандайдан басталып мынандайға бітеді. Бұл просто комментарий ретінде деп мен қарағам. Осының комментарий деп ойлағанмын негізі. Енді типа соны сұрақ ретінде беріп тұр почему-то. Сол негізі в деп ойлап, почему мынадан басталмайды, HTML-ның ішінде болғандықтан ол леп белгіден басталады да, соны. Бірақ комментарий сұрады ма, что-то, блин, сұрақ түсінбедім. Может, орысшадан аударған. Так, не дейді? Сәулет, енді біз контекстке қойып уже. Сәулет құрған программалық кодта енгізілген санның мықты сан екенін анықтау керек. Ол мықты болу үшін не істеп жатыр ол? N сан берілді, сол N санның, яғни ондығының бүтін бөлігі мен и сол санның соңғы санның қосындысы 7-ге тең, либо үлкен болса, значит, ол мықты сан. Одан кейін код тоқтатады. Ал егер де ондай болмаса, өкінішті дейді, по-любому код тоқтатады. Сонда енгізіп жатқан сан 2 таңбаласам ба сонда? Или что-то түсінбедім тоже. Брейк нұсқаулығының қызметі. Мақұл, допустим. Цикл жұмысын жалғастыру, contain бұл, или болмаса continue. Цикл жұмысын жою деген ондай жоқ. Тоқтату, үзу деген нәрсе бар. Ол бізде мынау қадам санау, бізде ол S деген жұмысы, мынау что-то білмеймін, конкретно не туралы айтып жатқанын. Сәл ауырып тұрғандар, айып етпейсіңдер, жұқып кетпесін. Так, мықты сан дейді ғой. Не дейді мықты санда? Кодтағы цикл түрі бізде мынау жоқ, циклға жатпайды. Арифметикалық саны белгілі или белгісіз деген бар. Бірақ тура арифметикалық деген жоқ, значит параметрлі ол бізде for болады. Мынау бізде шартты немесе қадамдық қандай итерациялы десе осы while'ды айтуға болады. Программа кодына сәйкес мықты емес санды тап дейді. Мықты емес болу үшін очевидно санды енгізген кезде қосындысы мынау 7-ден кішкентай болса болды, значит ол мықты емес. Мысалы 7-ге 1 ол 8, 7-ден үлкен мықты болып кетеді. 60, 6-ға 0 қосасын 6, 7-ден үлкен емес, осы жауап болады екен. Мынау болмайды, 4-ге 5, 9, 9 үлкен 7-ден, ол уже мықты сан деп шығады. Мына 55, 10, 55, 10, 7-ден үлкен мықты сан деп шығады. Значит бізде мықты емес деген шығу үшін мықты емес санды, мықты емес деп шықпайды, өкінішті деп шығады. Значит мықты емес сан ол бізде 60 қана екен. 27-ші түсіп кеткенмін шартты. Программадағы strn деген мынау тұр. Бұл бізде не істеп жатыр? Мынаны int input'ты бізде мәтінге айналдырып жатыр. Айнымалы мәтіндік жолдың типін бар болуын анықтамайды. Бұл жоқ. Бұл мәтіндік жолдық типтің барын жоқ, кешір. Айнымалы мәннің жолдық типке айналдырады. Иә, көшірме жоқ, жолдық типті бүтінге ауыстырмай жоқ. Бұл варианты болады. N тең 64 болғандағы
программа кодының нәтижесі 64 болатын болса, ол 10 болады, дұрыс па? 10 болған кезде ол келеді де мынадан үлкен, мынаның ішіне 64 ол бізде 2 тырнақшаға алынады. Сөйтті мықты сан деген сөз шығады, короче. Қызық. Мықты сан. Мұны тұр екен жауап. Мынау болмайды. Бір тырнақша, мынау шықпайды. Мына жақта тырнақша бар. Жауап только мынау ғана екен. Яғни тырнақша жоқ. Мына жерде тырнақша болу керек қой. Мен бірдеңе түсінбей тұрмын ба? Ладно. Жоқ, шықпайды екен. Дұрыс айтсын, сөз шыққан кезде осылай шығады екен. Кешірім өтінемін. Так, мына код. Файлдармен жұмысқа души беріпті ғой, бұл. Так, мен ОБТ тапсырамын дейді, тапсырдым дейді. Мен ОБТ тапсырдым, нәтиже өте жақсы. f.in дейді, fin деп оны ашыпты. fin.txt, s1 тең finread 4 деген сөз. Алғашқы 4 таңбасын оқиды. 1, 2, 3, 4. Сонда s1-дің мәні тең болды мен и какой-то бір сөзіне. Келесі нәрсе s2-ның мәні не істеп жатыр? Дальше 4-тен бастап ОБТ тапсырдым деген болады. ОБТ тапсырдым деген болады. До конца қатарды бітіреді, короче. Тапсырдым. И осы жерде осымен келесі бір қатарға өтеді мына. Сөйтті S3 уже оқитын кезде finread 8 әріпті оқи алады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сонда мынау нәтиже болады ғой. Нәтиже, бірақ нәтиже дегенде 7 и пробелмен болады екен ғой. Яқты бір пробелмен. Сөйтті S4 не болады? Қалған символдардың бәрін оқып кетеді. Ол еще read lines екен. Read lines деген ол тізім көп шығарады. Оны еще өте жақсы. Өте жақсы деген тізім болады. Бізде нені сұрап жатыр? Бізге S3-тің мәні ол бізде нәтиже болады. Ал S2-ның мәні болатын болса, ОБТ тапсырдым деген болады. S4-ті болғанда мынандай болар еді. Так, S3-тің мәні ол бізде нәтиже, S2-нікі болса, ОБТ тапсырдым болады. S1 болатын болса, ол бізде не болар еді? Мен деген болар еді. Так, мынаяқта не істеп отыр? Так, PMG, typology PG, space 200. Так, space дегеніміз ол бізде вертикальный, яғни мынақтан и мына астынан 200 пиксель орын қалдырады. Значит, ол бізде суретке жоғары және төмен шегіністерді береді. Мынау бізде мынау вариант мынау кетеді. Сурет берді, одан кейін height 300 берді. Height 300 ол бізде биіктік болатын болса, ол бізде мынау болады екен. Мынау width болады. Ал мынау соңғысы нені? Суретке жүктелмеген жағдайда сурет туралы мәтін шығарады. Ол бізде альтернативный мәтін немесе баламалы нұсқа деп келеді. Осындай нәрсе. Бірінші space жоғары және төменгі шегіністер, мынау бізде биіктік екен. 33-те енді бит амал жоқ мынандай. Уақытты жаман алатын нұсқасы деп жинаушы, бірақ қиын емес, но уақытты жаман алады. F функциясының мәні F1, F тең 1 ақиқат болатындай сәйкестендір. Монитор ақпаратты қағазға болатын құрылғы дейді. X тең 0 болды. Y тең принтер ақпаратты енгізетін құрылғы. Y тең 0. Соңында 1 шығу керек. Қайсысына салған кезде 1 шығады. Так, 0 емес. Так, видик. 0 емес. Қосу 0. Дұрыс па?
және 0 емес қосу 0. Так, мынау 1 болды. 0 емес болса 1 болады. 1 қосу 1 шықты. 1 болады мынаяқтан. 1 көбейту 1, 1 шықты. Сонда мынаның жауабы уже сразу мынау шықты. Келесі ситуацияда B-ны қарайтын болсақ, B-да не дейді? B-да процессор ақпаратты өңдеуші құрылғы X тең 1 болады. Тінтуір ақпаратты сақтау құрылғысы Y тең 0 болады. Енді бұл бір шығу үшін енді қараймын. Екіншіден қарай салайын. 1 қосу 0 көбейту 1 көбейту 0 емес, ол бізде 1 болады. 1 көбейту 1, ол бізде 1 шығады. 1-ді көбейтетін болсам 1-ге тең болады, 1 болады. Немене бөліп кетті мынау? Басқасын сап көрейікші. 1-ді неға салайыншы? 1 қосу 0, 1 болды. Ол 1 емес 0 болады. 0 көбейту, любойны көбейтсе 0 болады. 1 көбейту 0, 0 көбейту. Дұрыс екен онда. Мен оны по приколу істеп қойдым ғой. Түсінбей қалдым, бәрі кеп кетті что-то. Так. Select name from оқушы where сынып тең on order by birth date ASCII дейді. Так, бізде 10-шы сынып оқушыларының атын шығарады. Туған күндері бойынша өсуретпен. 10-шы сынып оқушылары есімдерін туған күндері бойынша өсуретімен мынау болады. Енді келесі туған күнін шығарады 10-шы сыныптардың есімдері бойынша кемуретпен. Туған күндерін кемуреті бойынша жоқ. 10-шы сынып туған күндерін кемуреті жоқ. 10-шы сынып оқушыларының туған күндерін есімдері бойынша кемуретімен болады мұны. Вот мынау болады ұш. Біріншісі есімдерін туған күндері бойынша өсуретпен. Одан кейін туған күндерін есімдері бойынша кемуретпен. 35 ол бізде не дейді? Сыртқы жад түрлері мен олардың мақсаттары дейді. Флеш жады ол бізде USB порты керек, ол бізде CDR ол бізде ақпарат R-дің ішіне бір-ақ рет жазылады да, одан кейін тек қана ары қарай оқи алады екенбіз. Флеш жады порт керек болады, тек бір рет қана жазады. Реляциялық деректер қорын басқарудың танымал жүйелері. Опа, Арман 10-шы класс бұрын келген деген еді. Осыдан 2 жыл бұрын айтқан. Енді қайтадан кепті. Postgre мен MySQL болады. Мынау бізде платформа, мынау вообще хост, мынау Adobe Reader, мынау тоже MySQL мен MariaDB мен жұмыс істеуге арналған веб интерфейс үшін. 37. 720-ны неге ауыстыр дейді? 720-ны басқа санау жүйесіндегі мәндері дейді. Ну ладно. Негізі бірінші 2-ке айналдырмасақ оңайша табу. 720-ны 2-ке айналдырудың способы. Кеттік. Так, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 и 512. Так, бізде 512 мынаның ішіне сияды. Бірді аламын. 720 минус 512, 208. 208-ге 256 симайды. Оның ішіне зато сияды. 128 сияды. 128 сияды. Одан значит 64 сияды. 80 ішінен. 64 сияды да. Мәні одан кейін қай сияды? 16 сияды. Қалғаны 0, 0, 0, 0, 0. Так. Тура осындай жауап бізде
101, 100, 1000, 10, 11, 10, 11, 0, 10, 00. 10, 11, 0, 10, 0'dan keyin 4 0. Mınау болды. Енді дальше оны үшеуден аламын да. 1, 2, 3, мынау кетті. 0, 2, 3, 1. 1328'lik болады. Şimdi bunu дальше 4'тен ала салам да 16'ға шығара салам. Так. 1, 2, мына 2 0 жолай салайын. 2, мына 11, 01 бізде 8, 4, 2, 1, 13, 13 деген болды. И мынау 0 болады. 2-ді 0 деген жауап бар екен. Жауап 1320, 2-ді 0 и мына жауап болады. 64 символдық алфавиттің көмегімен жазылған хабар 80 символдан тұрды дейді. Хабардың ақпараттық көлемі дейді. Так, 80 көбейтемін 60-ға, 6-ға 480 бит болады. Оны бөлем 8-ге 60 байт болады. Ондай бар ма жауап? 480 бит болды. Так, 60 байт болған жоқ. И не болып кетті, что-то түсінген жоқпын. Дұрыс қой, жаман арам ма или? Так, n тең 64. К тең 80. Табу керек, айды дұрыс па? I тең К көбейту X. Өшеді К-ның мәні бар бізде 80. И оны көбейтемін мен X-ға. X жоқ менде, X-ті мен N-ін аламын. 64 тең болады 2-ның 6 дәрежесіне. Мына жерге 6-ны қоямын да 8 ал 480 бит болды. Дальше оны байтқа недегі жоқ екен ғой, байттағы жауаптар. Так. Мына кодты енді бидеміз. Так, бізде title жиектер. Веб-беттің тақырыбы болады мынандай төбесінде. И одан кейін бізде div класс Қазақстан деген какой-то болды. Қазақстан деген сөз шықты. И Қазақстан деген сөзді не істеп жатыр бұл? Бұны классқа border деп алды. И border точка арқылы сипаттады. Border style ол бізде dashed пен dotted. Так, dashed пен dotted деген сөз бірінші бізде төбеден бастаймын. Одан кейін мына жер dotted болды. Тік келеді. Тік точка болып кетті. И соответственно мына жақта жоқ болғандықтан мына жерге dashed кетеді. Мына жерде не болады? Бізде точка. Сонда сызықша, сызықша, точка. Размері 2 пиксель, цвет бізде мынау несі жиегі қызыл болады, ал жазуы көк болу керек. И несі қалың болу керек. Сол фасон не бойынша, фасон деп мұны, сол форма бойынша қараймын. Енді амал жоқ, ерінбей бүйтіп қарайсыңдар. Так. Мынау бізде solid кетті. Мына жерде болса dotted пен dashed кетті. Мына жерде solid пен dashed кетті. Так, мына жерде dashed пен dotted кетті мына. Мына жерде полный dashed кетті. Мына жерде dashed пен solid кетті. Маған керек dashed пен dotted. Значит, только бірақ жауап. Ойбай, тәуіп бұрадыр ғой. Dashed пен dotted менде только біреу ғана. Енді. Так. Не істеп жатыр мынау? Берілген программа нәтижесі. Так. 5, 6, 7, 8 болды. Оны теріс қаратты да, теріс қаратып, әрбір несінен кейін, элементінен кейін пробел берді да, 8, 7, 6, 5 болды. Бұл жауап осы болады екен үшін. Болды, одан басқа ештеңе сұрамаған, болды. Болды, в принципе. Бісміллә деп қойсын да. Көрейік. Опа, 50 болып кетті ғой. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған информатикаға келесі видеода кездескенше.